Так, поездың келуіне бір 10-15 минут уақыт бар. Поезд келгенше мына номерлерді қалай аламыз, ертең алдында айтып өткен, ну, типа VIP деген номерлер. На самом деле енді VIP емес, бұл айтқанда зеркальный номерлер ғой. Просто сериясын өзінің атына, немесе фамилияна, немесе инициалына сай қылдырып ала алатын боласың. Бағасы небары бір 50 мыңның жобасында болады, плюс-минус там чуть-чуть, да. Мысалға, допустим, 4-й регион бізде 044, 404 деген сияқты бір әдемі номер таңдап, өзінің атымен, допустим, мен атым Берік болса, мен аламда Бер деп, немесе БРК деген сияқты серияларды таңдап, сол 50 мың теңгеге қалаған зеркальный номерді алып аламын. Ол 909 болсын, 919, 414, 424, сондай қалаған зеркальный номерді өзінің қалаған сериямен алатын боламын. Сол себепті енді 50 мың теңге ғой, в принципе, бір әдемі номермен жүрген күшті ғой. Бірақ бар екен негізі қызықпайтын адамдар ше, новый Cadillac Escalade'дарды көресің ше, кәдімгідей тиге шейін бір вообще мән мағынасы жоқ бір номер салып алған ше. Ақшасы болса да номерге қызықпайтын адамдар болады екен. Бірақ енді жалпы өзіме ұнайтын номерлер, сондай бір әдемі номер болса, допустим, бір зеркальный немесе серияның өзінің атымен келетін болса, керемет дүние ғой. 50 мың теңгеге алып алсаң оны. Даже сіздерде в данный момент машина болмаса да, ол номерді егов арқылы алып қойсаңыздар, ол сіз тұра береді автосонда ше. Істеп қояды, ақшасын төлеп қойдың, болды. Қазақ машина болғанша дейін тұра береді. Просто ертең өзіңіз қалаған серия немесе қалаған цифрлар болмай қалуы мүмкін да. Сол себепті 5 январдан бастап сразу тек алып тастауға совет беремін. Сразу тек алып тастаңдар, өздеріне келеді номерлерді ше. Өздерінің жылдарына сәйкес қыдырып алуға болады деген сияқты. Допустим, біреу 87 болса, 087 Рус деген сияқты қылдырып, допустим, серияны. Или 044 Рус там, сол сияқты номерлерді алып тастайындар. 5 январдан бастап ұйықтап қалмайық, короче, ағайын, үлгеріп қалыңдар.